Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода магнит іздейтін магнит қалай жасаймыз, сол туралы болады. Огородқа чеснок отырғызып тастадым бүгін. Алдында кеп тазалап, бүгін чеснок отырғызып екіп кеттім. Бізге іздегіс магнит жасау үшін андай әртүрлі техникалардан шығатын колонкаларынан магниттер керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, мына екеу сынық. Және мынандай өзінің шайбалары. Және мынандай вязальный проволока. Және арқан. Біз магниттерді алып бір-біріне жабыстырамыз. Және мына арасынан сынған магнитті жабыстырып жіберемін. Қашып кетіп жатыр. Айналып кетеді. Және бүтін біреуі қашып жатыр. Былай екен. Минус плюстер. Осылай. Мына жерге бүтін біреу жабыстырдым, мен тағы сынған біреу. Бес магнит болды бізде. Жаңа мына бір сынған алып тастадым. Соны салмайтын болдым. Енді бізге проволока. Проволокамызды басына шеге байладым. Мына жерден ортасына салып шығарып алғанға ортасына байлаймыз да осылай кішірек қылып. Мына екі шетіне шайба кигіземіз. Мына шетіне тағы бір шайба. Біздің магнитіміз дайын. Кейінірек мынаны сыртын изолентпен орап тастау керек. Мына жерде мусор өртегім, саяқты кез тексеріп көремін. Темір, киім кешек, мыс жатыр мұнда. Мыс өртепті. Мына қаяқтан шықты екен бұлар. Шуруптар. Бұның бәрін мынаған. Темір кесектің бәрін. Ауыр шығады екен.
мен қалған. Бір киімдерден қалған. Мынау не пластмасс екен. Мыс. Катушка. Нені өртеп жерде екен? Пластмасс да жатыр. Өртеп жіберіпті. 105 нож қойды мынау. Анау не ғой? Қазір айтам. 2 вилкасы. Шнур, юзли пұрт. Мынандай қалың мысы шықпау керек қой ішінен. Жарайды, оларды қазір реттеп аларым. Тағы да мыстар. Реттеп аларым қазір. Қазір мен мынаған угольник бірдеңе жабыстырып көрейін, көтерем екен. Қазір көреміз. Мына жерде угольник жатыр. Жоқ, көтереді екен.